2019 жылы 5897 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Ол үшін бюджеттен 2,4 миллиард теңге бөлінді. Атаулы әлеуметтік көмек алған 1152 отбасы заң бұзушылық әрекеттеріне барған екен. Дәлірек айтқанда, отбасы мүшелерінің табыстары белгіленген межеден жоғары болып шықты. По 705 семьям был произведен отказ. 705 отбасына атаулы әлеуметтік көмек берілмейтін болды. 164 отбасы заң бұзушылық әрекетіне барған үшін 14,7 миллион теңгені бюджетке қайтарып берді. 20 іс бойынша материалдар сотқа берілген. Бұндай факторды болдырмау үшін биылдан бастап көмектің бұл түріне өзгерістер енгізілді. Енді атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау жаңа бағыттар бойынша жүргізіледі. Сондай-ақ отбасы мүшелері алатын табыстары жайындағы ақпаратты әр 90 сайын беруі міндеттелді. Как вы знаете, с этого года проходит реформа. Жаңа формат бойынша көпбалалы отбасыларға бала санына байланысты жәрдемақы беріліп отырады. Жыл басынан бері біздің облыс бойынша 3129 отбасына 143 миллион теңге көлеміндегі жәрдемақы берілді. Сондай-ақ енді атаулы әлеуметтік көмек әр 90 сайын тағайындалып отырады. Сонымен бірге аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға әлеуметтік пакет қарастырылған. Яғни мектеп жабдықтары, тамақтану жолағы төленетін болады. Айта кету керек, жұмысқа қабілетті отбасы мүшелері жұмыс істеуден бас тартса, әлеуметтік көмек барлық отбасыға көрсетілмейтін болады. 2020 жылы 2033 аз қамтылған отбасыны қамту жоспарланған. Бюджеттен 849 миллион теңге бөлініп отыр. Азим Айтолла, Азамат Елубаев, Первый Северный.